Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге Дитя робота фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, бейне басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Бұл сіздер үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Жалпы фильм адамзат жойылып кеткеннен кейінгі дистопиялық болашақты баяндайды. Адамзат жойылып кеткеннен кейін ғалымдар резервтік жоспар ретінде бункерді іске қосты. Бұл бункерді Ана деп аталатын әйел роботы басқарады. Оның жұмысы бірнеше адамның эмбрионын сұрыптау және де келер ұрпаққа қамқоршы болатын тиімді адамды тәрбиелеу жүктелген. Фильмнің басында Ана адам эмбрионының 63 000-ын зерттеп ішінен сауын таңдайды. Ал кейін оны жүктілік камерасына орналастырады. Бұл құрылғы эмбрионды небәрі 24 сағаттың ішінде нәрестеге айналдырады. Ол нәрестенің жетілуін күтіп жатқанда мекеменің сыртында оқтың дауысы естіледі және келесі күні оралып жаңа туған қызды құрсақтан шығарады. Осылайша Ана баласын тәрбиелей бастады. Ол қызының алғашқы қадам басқанын көреді, ал жылағанда жұбатады және қызын қатты жақсы көреді. Бос уақытында анасы мен қызы қағаздан түрлі нәрселер жасайды. Анасы оған билеуді, тамақ пісіруді, тіпті төбелесуді үйретеді. Ал қызы лайықты жасқа жеткенде анасы басқа эмбриондармен таныстырады және оған дүниедегі мақсаты туралы айтады. Тағы бірнеше жылдан кейін қыз жасөспірімге айналды. Ол планшеттен адамдар бейнесін жиі көреді. Қыз солардың бірі болғанымен өзінің табиғатына тәнті. Егер де анасының қолында техникалық ақау болса, ол оны оңай жөндейді. Бұл ананың қызын тәрбиелеудегі жақсы жұмыс істегенін көрсетеді. Онымен қоса анасы күніге 1 сағат қызын имандылыққа, әдептілікке тәрбиелейді және қызының адамгершілігін тексеру үшін гипотетикалық тесттен өткізеді. Робот ананың басты мақсаты қызын адамгершілік ұғыммен жақсы таныстыру. Көп ұзамай ол ана тәрбиесінің тиімділігін көрсететін соңғы сынақтан өту керек. Бір түні қыз ұйықтай алмай қиналады. Сол себепті планшеттен адамдардың бейнесін көреді. Кенеттен электр қуаты өшіп қалды және қыз анасын іздеп далаға шықты. Ол электр қуатының үзілуіне кабельдің үзілгені себеп болды деп ойлайды. Осы кезде тышқанның сықырлаған дауысын естиді. Алайда осыған дейін тірі жануарды көзімен көрмеген. Ол қуанғаннан тышқанға қақпан құрып кабельді бекітеді. Осылайша тоқтың күшінің қайтып келуін күтіп отырғанда тышқанды ұстап алып қатты таңғалады. Ал қуатталып болған соң анасы қыздың жанынан жануарды алып кетеді. Бұл жерде тышқанның болуы бункердің ішіндегі ауа құлпының бұзылғанын білдіреді және Ана қатты алаңдайды. Оның айтуынша бункердің сыртындағы ауа өте улы және адамды бірден өлтіруі мүмкін. Осыдан кейін ол ішкі ауаны ластанбау үшін шаралар қабылдайды. Ал жануарда инфекцияның таралу қаупі болғандықтан қыздың наразылығына қарамастан анасы оны отқа өртеп жіберді. Бірнеше күн өткен соң олар қыздың туған күнін тойлайды. Сонда қызы қызыққаннан адамдар бункерден тыс жерде өмір сүре ала ма деп сұрайды. Тышқанның бар болуы анасының іліміне күмән келтірді. Ал анасы жай ғана сыртта адам жоқ екенін білемін деп жауап береді. Және ол ешқашан қателеспегендіктен қызы оны шындық деп қабылдайды. Сол күні қызы мекеменің ауа саңылауынан шыққан дыбысты естиді және ол тексерейін деп жақындай берді. Бірінші есіктен ештеңе көрмеді. Ал шу күшейген кезде ол қорғаныс костюмін киіп есікті ашады. Осылайша есікке жақындай бергенде адам әйелдің өзін дұрот атып алып көмекке шақырып жатқанын естиді. Сонда қыз әйелге көмектесу үшін қорғаныс костюмін алады. Қауіпсіздікті сақтау үшін бірінші есікті жауып, екінші есікті ашады. Осылайша әйел ішке кірді. Есіктің ашылғанын біліп, робот Ана жүгіре бастады. Ал әйел өзінің келгенін қызға айтпай-ақ қойшы дейді. Не істерін білмей қыз қатты алаңдап кетті. Себебі осыған дейін ол анасынан ештеңе жасырмаған. Дәл осы кезде анасы келді, бірақ әйелді көрмей қалды. Себебі ол ауа саңылауында тығылып қалған еді. Ана қызынан не болғанын сұрайды. Сонда қыз абайсыздан есікті ашып алдым дейді. Қыздың қателігі үшін дәл осы кезде жаза ретінде соңғы сынақтан қайтадан өтуін сұрайды. Анасы оны сыныпқа әкеліп, сұрағы бар планшетті берді. Ал анасы кеткеннен кейін планшетті тастап әйелге қарай барады. Сонда әйелдің ес-түссіз жатқанын көреді, ал сумкесін ашып қарағанда ішінен мылтықтау болады. Осыдан кейін әйелді оятып, оған су ұсынады. Сонда әйел су ішейін деп маскасын шешкенде, қыз оның ластығына наразы болды. Әңгімелесу барысында сыртқы әлемде ластанудың жоқ екені және анасының осыған дейін қызға өтірік айтып келгені анықталды. Анасы оларды көрмей тұрғанда қыз әйелді бункердің бір жеріне тығып қояды. Ал кейін қыз емханадан қажетті дәрі-дәрмектерді алуға барады. Осы кезде ана ауа құлпы ішінен улы масканы тауып алады. Ал әйел ананың масканы пешке лақтырып жатқанын көреді. Сөйтіп қорыққаннан сөмкесін қарағанда мылтығы жоқ екен. Ал қызы қайтып келгенде әйел оған жасырынып келіп мылтықтың қайда екенін сұрайды.
Ол ананы дроид деп атайды және мылтығымен одан қорғанғысы келеді. Анасы сыныпқа келіп, қызының жоғалғанын көріп таңғалады. Кейін әйелдің қызын ұстап тұрғаны көріп, оларға қарай жүгіреді. Әйел оны бір рет атып үлгерді, бірақ та оқ ешқандай зиян келтірмеді. Және ол әйелді ұстап алып, оп-оңай жеңді. Сонда қыз әйелдің өздеріне көмек сұрап келгенін айтып, оны тоқтатуға тырысты. Ал ана мән-жайды түсініп, әйелді ауруханаға келді. Алайда ана қызының әйелмен бірге кіруіне рұқсат бермейді. Робот ана әйелге дәріні еккеннен кейін қызына сырттағы ластану туралы өтірік айтқанын мойындайды. Енді қызы анасы туралы не ойларын да білмейді. Кейін қыз әйелдің сөмкесін қайтадан қарап, бірнеше адамның эскизі салынған кітапты табады. Сосын қыз әйелге барып жағдайды сұрайды. Бірақ та әйел қызды анасы жіберді деп ойлап ештеңе айтпайды. Бірақ та әйел қызға дроидтардың адамдарға өте қорқынышты нәрселер жасағанын айтады. Ал кейінірек қызы анасынан әйелді кіргізген үшін кешірім сұрайды. Анасы оның салдарын түсіндіріп, қызын кешіреді. Әйелдің денсаулығы нашарлауда, бірақ та оған анасының ота жасайтынына сенбейді. Сол үшін де қызы ота жасауды өзінің қолына алып, оқты сәтті шығарды. Әйел отадан сәтті шыққаннан кейін қыз оған тамақ береді, ал ана екеуінің алыстан сөйлескенін бақылап тұр. Келесі күні әйел кітаптағы эскиздер өзінің отбасы екенін айтады. Және қызға айтайын деп жатқан нәрселердің барлығын анасынан құпия сақтауды сұрайды. Содан кейін өзінің өскен шақтағы тірі қалған адамдардың лагері туралы айтып береді. Сонда қыз бұл жерде адамдар үшін жеткілікті ресурстардың барлығы бар, және лагердегі адамдарды осы жерге әкелсең болады деп сендіреді. Алайда әйел қыздың лагерге қосылуын қалайды. Кейін анасы қызына әйелдің ішіне шыққан оқ өзінің тапаншасындағы оқпен бірдей деп айтады. Осылайша ол өзін өзі атып тастады деп күдіктенеді. Сосын қызы тестілеуден өтіп жақсы нәтиже көрсетеді. Сыйлық ретінде анасы қызына келесі өсіретін кез келген эмбрионды таңдауға мүмкіндік береді. Екеуі сәбидің дүниеге келуін шыдамдылықпен күтеді. Ал кейінірек әйел қызға іштен шыққан оқты дроидтікі ме немесе менікі ме өзің салыстырып көр дейді. Қыз әйелдің айтқанын жасайды және оқтардың мүлдем басқа екенін біледі. Яғни анасы тағы да өтірік айтып жатыр. Қыз жұмыс істеп жатқанда екінші эмбрион үшін берілген құжаттарды табады. Және де қыз файлдарды қарап шығып, мекемеде дүниеге келген алғашқы сәби емес екенін түсінеді. Ал кейбір басқа құжаттар сәтсіз деп белгіленген. Ол сондай-ақ пешті тексергенде адамның жақ сүйектерін табады. Және онымен қоса тақырып тоқталған жайында құжатты табады. Анасының басқа сәбилерді өлтіргеніне таң қалған ол енді анасына сенбейді. Содан кейін қыз әйелге барып тапқан жаңалықтардың барлығын айтады және әйелмен бірге лагерге баруға шешім қабылдайды. Алайда бірінші құрсақтағы сәбидің дүниеге келгенін қалайды. Сол үшін де ол құрсақты өзімен бірге алып кетеді. Келесі күні қызы қашу үшін керек жарақтарды жинап жатыр. Осы кезде анасы әрекет үстінде оны ұстап алды. Бірақ та анасы оның жоспарын білмегендей болып ас үйге алып барды. Ақырында қызды сол жерге құлыптап, оның шынайы себебін сұрау үшін әйелге барады. Осы кезде қыз әйнекті сындырып, химиялық затты шашып үлгереді. Ал әйел мен ана төбелесіп жатыр. Қыз дабыл белгісін қосқанда ананың көңілі ауып кетті. Содан кейін әйел қызды тауып алып, оны құрсақсыз қашып кетуге көндіреді. Ал анасы оларды тоқтатуға тырысқанда, әйел қызды кепілге алып, есікті аш деп бұйырады. Анасы қызының ренжігенін қаламай, оларға есікті ашып берді. Осылайша екеуі далаға қарай жүгіреді. Осылайша тақыр жер мен сыртқы әлемнің таңғаларлық шындығы қызды ашуландырды. Осылайша қыз әйелге шабуыл жасайды. Сонда әйел мүмкіндігінше тезірек жасырыну керек деп айтады. Сөйтіп екеуі қайтадан жүгіре бастайды. Олардың ізінен адам өлтіретін дроидтар келеді және екеуі межелі жерге жету үшін аздап жүгіреді. Әйел дроидтардың 6 ай бойы жүгері жинағанын хабарлайды. Бұған дейін адамдар жердің бетінде әрең тыныс алатын. Осылайша екеуі үлкен жүк контейнерлері бар жағажайға жетеді. Қыз алғашында теңіздің сұлулығына таң қалды, ал кейін әйел айтқан лагер жүк контейнерлері екенін түсінді. Әйел ақыры тазарып, ал лагердің адамдары азық-түліктің жоқтығынан естерінен танып қалғанын және өзі бірнеше жыл бұрын осы жерден қашып кеткенін айтты. Сонда қыз шошып, әйелмен бірге келгеніне өкінеді. Бұл туралы көп ойланбастан қайтадан нысанға қарай қашады. Алайда кіреберісте бірнеше дроид қызды қарумен ұстап алды. Сонда қыз анасы туралы айтқанда, дроидтың барлығы ештеңе жасамай оны ішке кіргізді. Ал анасы қызының аман есен келгеніне қуанып, сәбиді көру үшін жақындауға шақырады. Ол тынышталған кезде анасы қыздың өмір сүрудегі шынайы мақсатын түсіндіреді. Сөйтсе робот қызына дейін бірнеше адамды тәрбиелеп, оны сыртқа жіберген екен. Бірақ та олардың өзара соғысып, зұлымға айналатынын ескермеген болды. Оның балалары екінші рет адамзаттың жойылу қаупін төндіре бастағанда, ол шаралар қабылдады. Және сол үшін де дроидтарды тағайындаған екен. Сол кезден бастап ана қызды өзі сияқты тәртіп
бақытты етіп тәрбиелеуді шешкен. Екеуі жаңа туған нәрестеге сүйіспеншілікпен қараған кезде қыз пештің ішінен табылған адам қалдықтары туралы сұрайды. Ана мән-жайды түсіндірмес бұрын қыз баланы алып, анасын осы жерге қамап, мекемеден қашқысы келді. Ал сырттағы дроидтар хабардар болып кіре берістегі есікті тесе бастады. Қызы болса анасына мылтық кезеңіп, басқа дроидтардың шегінуін сұрайды. Сонда анасы өзімен бірге басқа да дроидтардың сана сезімі бірдей екенін түсіндірді. Осыдан кейін қызының баланы тастап мекемеден кете алатынын айтты, немесе оны тәрбиелеуге көмектес дейді. Алайда қызы анасына мені тәрбиелеу арқылы сен өз миссияңды орындадың дейді. Енді бұл баланы өзім тәрбиелегім келеді дейді. Кенеттен дроидтар кіреберіс арқылы тесуді тоқтатады. Сонда анасы менің сені тәрбиелеудегі миссиям бітті, енді сен маған мұқтаж емессің дейді. Ал қызы процессорге оқ атып ақыры оны өлтіреді. Осылайша қыз адамзатты жойылып кетуден құтқаруды өз мойнына алды. Ал осыдан кейін ана басқа дроидтың денесінде оянып әлгі әйелге келеді және бұл әйелге өзінің мақсатын орындағанын айтады. Сөйтсе бұл әйел де қызының әлеуетін тексеруге арналған өзінің балаларының бірі екен. Фильмнің соңында қыз нәрестеге ән айтып, басқа эмбриондарды тексеріп жатқанын көреміз. Осымен фильм аяқталды. Достар, экранға шыққан өлім аузындағы бай жігіттің өзін өзі сатып алды деген фильмді көруге кеңес беремін. Бұнда клондау процесі туралы айтады. Және де арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Келесі бейнелерімді бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар.